Қыздар, мен қазір корейский салат жасаймын. Саңырауқлақтан дайындалатын 5 сағатқа суға саңырауқлақты осылай салып қойдым. Көлемі өсіп, осылай дайын болып тұр. Енді осыны мұздай суға әбден жуып аламын. Саңырауқлақты қатты сығып, осылай ұзыншалап тураймыз. Саңырауқлағымызды осылай турап алдық. Қазанға май құйып, енді қуырып аламыз. Қуырылған саңырауқлағымызды осылай түсіріп алдық. Мына жерде туралған жуа бар, болгарский перец бар, укроп бар, чеснок бар. Осыны қосамыз. Үстіне шамалы тұз қосамыз. Кристаллик қосамыз. Паприка, ащы қызыл бұрыш. Енді осыны араластырамыз. Салатым дайын. Менің видеоларымды қарап, үйреніп алыңыздар. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін.